Саламат Саламатсыздар ма МК-31 тобының оқушылары? Бүгінгі біздің ашық тәрбие сағатымыздың тақырыбы құқықтық сауаттылық. Яғни құқықтық сауаттылық дегеніміз не? Құқықтық сауаттылыққа қандай жаңағы қатынастар кіреді, соны талқылайтын боламыз. Жалпы құқықтық сауаттылықты білу үшін адам міндетті түрде ең бірінші өзінің азаматтық сауаттылығын білу керек, иә? Құқықтық қатынастар, соның ішіне азаматтық қатынастар, яғни құқықтық қатынастар кіреді. Жалпы құқықтық қатынастар дегеніміз қоғамдағы азаматтық құқықтық нормалармен реттелетін мүліктік емес қатынастар екен. Сонымен қатар азаматтық субъективтік құқықтармен және міндеттермен тығыз байланысты болып келеді. Бұл жалпы азаматтық қатынастардың ішіне кіретін қатынас түрлеріне жатады. Енді азаматтық құқықтық қатынастардың басты ерекшеліктерін бізге Меруерт айтып кетсе. Азаматтық құқықтық қатынастардың басты ерекшеліктері, яғни бірінші азаматтық құқықтық қатынас субъектілері бір-бірінен тәуелсіз және тең құқылы. Екінші, азаматтық құқықтық қатынастардың пайда болуының басты негізі болып шарт табылады. Үшінші, жауапкершілік келтіретін шығынның орнын толтыру сипатында болады. Төртінші, бұзылған азаматтық құқықтарды сот тәртібімен қорғау. Өте дұрыс айтасыз, Меруерт, яғни бұл бізге берілетін негізгі төрт ерекшеліктердің бірі, иә? Одан кейін азаматтық құқықтық жүйені біз қалай түсінеміз, соны бізге Жангүл түсіндіріп кетсең, айтып кетсең. Жалпы құқық жүйесі дегеніміз мемлекеттегі құқықтық нормалардың жиынтығын қамтитын ғылыми әрі нақты сала болып табылады. Оның әр жүйесіне, әр саласына өзінің жүйесі сай болып келеді. Жалпы азаматтық құқық жүйесі біздің Қазақстан Республикасының нормативтік құжаттарының арасындағы ең алуаны, сонымен қатар ең күрделісі болып табылады. Бірақ соған қарамастан, оның жүйесі логикаға сай деп айтсақ болады, өйткені ол өзінің ішінде салаларға бөлінеді, құқықтарға бөлінеді. Және сол ішкі салаларының оның ең негізгі басты ерекшелігі ол жалпы және жекеленген ережелерді бөліп-бөліп қарастыруында. Соның себебінен оның ондай құрылымдардың мазмұны біркелкі болып келеді. Өте дұрыс, яғни құқықтық жүйе туралы сіздерге түсініктеме берілді, Енді қараңыздар, құқықтық статистикалық ақпаратты қалай беріледі? Мысалы, кез келген жерде өз құқығымызды біз қорғай аламыз, сонымен қатар өз құқығымызға салып, біз кез келген жерде өзімізге тиесілі нәрсені ала аламыз, мысалы. Қараңыздар, жеке және заңды тұлғаның мұнда сіздерге схемасы көрсетілген, мысалы, жеке тұлға арыз бере алады, мемлекеттік қызмет көрсету мерзіміне байланысты жаңағы арызын беріп, оған жауабын ала алады. Мына жерде мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі 15 күнтізбелік күнге не істейді? Шағады екен. Енді қараңыздар, ол берілген арыздың жаңағы қарау нәтижесі қалай болмақ? Қаралу нәтижесі көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижесін жаңағы жазбаша құқықтарға береміз, яғни біз жеке тұлғалар. Одан кейін сұратылған мәліметтер болмаған жағдайда, егерде оның жоқтығы туралы жауап беріледі. Яғни егерде мәліметтер сіздің берген арызыңыз бойынша немесе басқа да бір сұратылған өзіңізге керекті құжат бойынша ондай болмайтын болса, онда жауабын сіздерге қайтарып береді, яғни бар немесе жоқ деген жауап аласыздар. Енді құқықтық қатынастардың негізгі элементтері бар екен. Енді сіздерге мен тәрбиелік сағат барысында айттым, осыны өткізу барысында балалар, сіздер өздеріңіз жаңағы жеке тұлғаға құқықтық қатынастар, осының барлығын өздеріңіз іздестіріп қарастырыңыздар деп. Енді Жасмин, сіз осы құқықтық қатынастардың элементтері туралы айтып берсең. Құқық қатынастардың элементтері. Әрбір құқық қатынастың субъектілері деп аталатын, олар қатысушылар болып табылады. Азаматтық құқықтық қатынастардың субъектілері, яғни қатысушылары, ол жеке тұлға, заңды тұлға және де әкімшілік аумақтық бөліністер, мемлекет болып табылады. Осы қатысушылардың арасында белгілі бір байланыс орнайды. Сол себепті олардың қатынастарының мазмұны белгілі бір құқықтар мен міндеттерге бөліне бастайды. Сол қатынаста
құқықтар мен міндеттер не нәрсеге бағытталған болса, сол нәрсе оның объектісі болып табылады. Яғни бұл біздің жаңағы құқықтық қатынастар, азаматтық құқықтың қатынастарының негізгі элементтері. Дұрыс, өте жеке тұлға, заңды тұлға, әкімшілік, мемлекет. Енді сіздерге мен жеке тұлға туралы видеоролик көруге ұсынамын. Соған қараңыздар, одан кейін менің сіздерге деген өзімнің сауалдарым болады. Соған жауап беруге дайын отырыңыздар. Қазір мынау нені көріп алайық. Естіліп тұр ма, балалар? Жоқ, естіліп тұрған жоқ. Дауысы өшіп қалыпты. Естілді ме? Енді естілді ме? Жоқ. Мен демонстрацияны сөндіріп қайттан қосып көрінсе. Естіліп тұрған жоқ. Так, қазір онда демонстрацияны қайттан қосайық. Өзіндік белгілі бір көзқарастары, қарым-қатынастары бар. Жеке моральдық талаптары, Естілді ме? өзіндік психологиялық қасиеттері. Естіліп тұр. Иә. Жеке тұлға дегеніміз әлеуметтік қатынастар мен саналы іс-әрекеттердің субъектісі ретіндегі индивид. Ал индивид дегеніміз адамзат тұқымының еш қасиеттері ескерілмеген бір өкілін білдіреді. Әлеуметтендіру дегеніміз мәдени элементтерді түсіндіру, әлеуметтік мұраттар мен құндылықтың игеру негізінде жеке тұлға қасиеттерін қалыптастыру. Әлеуметтендіру, әлеуметтік бейімделу және әлеуметтік кемелдену болып қарастырылады. Жеке тұлға дегеніміз Выготский бойынша адамның қоғамдық сипатын танытып, оның өмірі барысында өзіне топтаған әлеуметтік сапалар мен қасиеттер жиынтығын білдіреді. Тугаринстің зерттеуі бойынша жеке адамның сапалық белгілерін көрсетті. Ол саналылығы, жауапкершілігі, даралығы, жеке басының қадір қасиеті, еркіндігі, қоғамдық белсенділігі. Рубинштейннің зерттеуі бойынша жеке адамның бойындағы өз әрекетін ойластыра білуі, жауапкершілікті сезіну қабілетінің болуы, өз бетінше дербес әрекет жасай білуі жеке адамның мәнді белгілері деп айтып кетті. Жеке тұлғаның дамуына әсер ететін факторлар: орта, тәрбие, тұқымқуалаушылық. Әлеуметтендірудің жағдайлары мен қозғаушы күштері: мегафактор, макрофактор, мезофактор және микрофактор болып төртке бөлінеді. Тұлғаның дамуына әсер ететін іс-әрекеттің түрлері: ойын, оқу, еңбек, таным болып төртке бөлінеді. Так, балалар, жалпы жеке тұлға туралы сіздерге видеороликті көрсеттім. Жеке тұлға дегеніміз ол қалай қалыптасады, жеке тұлғаның негізгі факторлары, негізгі жеке тұлға болып қалыптасуға тікелей келетін факторлар туралы айтылып тұр. Енді қараңыздар, балалар, мен құқықтық сауаттылық туралы сіздерге сұрақ қойғым келіп отыр. Өркен бар ғой, бізде? Так, Айым. Тұрысбекова Айым, сізге сұрақ қойғым келіп отыр. Негізі жалпы балалар, барлықтарыңызға бірдей сұрақ, құқықтық сауаттылық дегеніміз жалпы өздеріңіздің ойыңызша қалай түсінесіздер? Бір-екі сөзбен жауап қайтарсаңыздар маған. Қане? Меруерт? Әр адамның өзіне тиесілі құқығын білу. Елана, сіздің ойыңызша қалай құқықтық сауаттылық деген? Елана? Елана? Микрофонды аша ғой.
құқықтық сауаттылық деген екі сөзбен түсіндіріп кетші. Әр адам өзін өзі қорғай алатындай өзінің құқықтарын білу. Яғни әр адам, кез келген адам жаңағы құқықтық сауаттылыққа тек қана адам өз-өзін жаңағы қорғай білу, өзінің ғана құқығын білу емес, құқықтық сауаттылыққа жалпы азаматтық құқықтық сауаттылық, әкімшілік құқықтық сауаттылық, жалпы осы Қазақстан Республикасында жаңағы заңнамасына кіретін құқықтың барлығын азаматтар мен азаматшалар міндетті түрде білу керек. Себебі кез келген жерде өзіңіздің құқығыңызды қорғай алу керексіз, иә. Өз құқығыңызды, бала құқығы деген бар, ата-ана құқығы деген бар, жаңағы мұғалімнің құқығы деген бар, иә. Әрбір жаңағы жеке тұлғаның өзінің құқығы болып табылады. Енді қараңыздар, азаматтық құқықтың өзі жаңағы жеке мүлігіне құқығы, иә, мысалы, жеке кәсіпкерлікпен айналысу құқығы, заңды тұлғаларды шығару құқығы, тұру орнын таңдау, басқа да жергілікті және жергілікті емес құқықтарға ие болу, бұл азаматтық құқыққа жатады. Енді осы азаматтық құқықтың іс-әрекеттерін өзі, мысалы, толық 18 жаста, 18 жасқа дейінгі балалардың құқығы бар, иә. Сонымен қатар кейбір 18 жасқа толмаған азаматтар мен азаматшалардың шектелген құқығы бар. Құқыққа да шектеу болады. Осының барлығы азаматтық құқық, жалпы құқықтық сауаттылыққа кіреді екен. Енді қараңыздар, сонымен қатар негізгі жауапкершіліктерін сіздерге атап айтып кетейін. Ол дегеніміз тұлғаның құқыққа қайшылығы, жәбірленген тұлғаның жеке зияны мен залалдарының бар болуы, құқық бұзушылықтың құқыққа қайшы іс-әрекеті, оған келтіретін зиянның салдары, осылардың арасында болатын себептік байланыс, одан кейін құқық бұзушының кінәсі. Осының барлығы азаматтық құқықтың жауапкершілігінің негіздері болып табылады. Құрметті МК31 тобының студенттері, сіздерге рахмет, осылай ізденіп, өздеріңіз азаматтық жаңағы жалпы құқықтық сауаттылық тақырыбында өздеріңіздің мәліметтеріңізді бір-біріңізге жеткізіп айтқандарыңызға үлкен рахмет. Уақыттың тапшылығына байланысты барлықтарыңыздан сұрап үлгере алмай жатырмыз, бірақ жалпы сіздерге өте құнды материал, яғни сіздерге өте құнды білім берілді деп ойлаймын. Тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет. Сау болыңыздар.